Бүгін біздің офиста Қарақалпақстаннан келген Қаллыхан ханым. Осы кісінің нәтижесін тыңдайық. Мына магний водородты мен ішкеніме қазір 1,5 жыл болды. 1,5 жыл дегенменен мен толық ішкен емеспен, себебі бізде продукция жетіспейді. Соның үшін 3 ай үзбестен ішкенмен 3 айдан кейін үзіп ішіп отырмыз. Себебі продукция бізге жетпей қалады. Жеткен уақытта да өзіміз алып ішкенімізде біздердің партнерларымыз, ямаса новый жаңадан келген адамдар болса, өзіміздің ішіп отырғанымызды беріп қоямыз. Соның өзінде біздерде көп нәтижелер болып жатыр. Менің өзімде бронхиальный астмам кетті. Енді азғантай бар, ұйықтаған уақытында қазір қырылдым бар, сол кету керек, бірақ қазір жақсы демаламан, аэрозол пайдаланбайман, бронхиальный астмадан олыма күндіз мен еш қиналмайман. Осын буын ауруымды, осы бронхиальный астманы да маған врачларым, уже жасым қазір менің 60-тан өтті, енді кетпейді деген еді. И буын ауруым кетпейді, оны дальше сақлап қаласыз, сақланасыз деген еді. Буын ауруымды мен өзім кетпейді деп ойлағам, бірақ кім тұрма өзінің результатын айтып отырған ақылар, мен буын ауруым есіме түсті. Қарасам, мен уже чайниклерді көтер алам, буын ауруым кеткенін мен өзімнен білмей қалдым. Бірінші менің өзімде сезгенім тек асқазаным. Ауқатты, қою ауқатты сүйіп ауқатланам, бірақ соны жей алмас едім. Жеген ақта кейін өзімді жереді. Қазір мен әме ауқатты өзім жей аламын, арқайын жеймін. Асқазаным жүр жақсы болды.